Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін восточный пирог дайындайтын боламыз. Алдымен менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алған болсаңыздар, пирогымызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, ыдысымызға салып аламыз. Кейін қопсытқыш қосатын боламыз, яғни разрыхлитель тесто. Және өз қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады, қоспауға да болады. Ванилин хош иіс береді. Және шекерімізді араластырып аламыз осы қоспаға. Және алдын ала тоңазытқыштан шығарып дайындап қойған сары майымызды салып, енді осының барлығын араластырып, ұнтақ крошки жасайтын боламыз. Мен кішкентай ыдысқа істеген екем, сіздерге толықтай көрсете алмадым. Жақсылап барлығын араластырып, крошки жасап аласыздар. Кейін осы қоспамызға бір жұмыртқаны шағып, қамыр илейтін боламыз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Енді бұл қамырымызды табаға жайғастыру керек. Маған оқтаумен жайып, осылай жайғастырған ыңғайлы болғандықтан оқтаумен жайып жайғастырдым. Сіздер қамырды екіге бөліп алып, бірінші қамырдың астыңғы бөлігін табаға жайып жайғастырып, сосын қалған бөлігіне бортик жасап алсаңыздар болады. Немесе мен сияқты осылай оқтаумен жайып, осылай жайғастырып алып, шет-шеттерін пышақпен немесе шанышқымен тегістеп шықсаңыздар болады. Кейін алдын ала жуып тазалап дайындап қойған кепкен жемістерімізді әдемілеп жайғастырып салып аламыз осылай. Барлығын салып болғанымыздан кейін бетіне сгущенка салып, 180 градуста қызып тұрған печкамызда шамамен 30 минуттай, 35 минуттай пісіріп аламыз. Кішкене беті қызарады, тестамыздың шет-шеттері қызарады, соған қарай байқайсыздар. Өйткені әркімде печка әрқалай болады. Әр 15 минут сайын, 20 минут сайын тексеріп тұрыңыздар сол себепті. Мінеки пирогымыз дайын болды. Супер тәтті, мультивитаминді пирог. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.